ар-риба өсім. Алла Тағала Құранда бізге айтты: "Ва ахаллаллахул байға ва харрамар риба." Аллах Тағала сауданы сендерге адал етті, ал өсімді, рибаны, жаңағы өсімді харам қылды дейді. Осы өсімді жеп үйренгендер, алдымыздағы юдейлерге келетін болсақ, юдейлерге мысалы, осы юдейлер осы өсіммен өмір сүріп келе жатыр әлі күнге дейін. Осы өсім үшін Тәуратты былай қарай лақтыра салған олар. Қараңыздар қандай мәселе. Осы өсім олардың негізгі экономикалық саласы. Көрдіңіз бе? Егер де сіз банковский жаңағы системаны оқитын болсаңыз, сен мақсатың ол банковский системаны оқығанда, оқуды бітіргенде мысалы, сен сол өсімнің түрлерін шығару керексің. Әйтпесе сен керек жоқсың банкіге. Соның түрлері шығады да, ол әртүрлі атаулармен аталады. Сосын ол өсім деп аталмайды ешқашан. Ол әдемі бір сөздер пайда болады қоғамда. Түсіндіңіз бе? Сіз білмей қаласыз не нәрсе екенінде. Міне, сөйтіп сізді тарту сол нәрсеге қарай. Өсім жеу. Алла Тағала бізге әдемі айтады бұны Құранда. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бақара сүресінде Аллах Тағала айтады: "Я айюхаллазина аману тақуллах." Қараңыздар. Ей иман келтіргендер, Алладан абайлаңдар. Қараңыздар. Алла Тағаладан абайлаңдар. Вазару ма бақия минар риба. Егер сендерден кімде-кім біреуге процентке, жаңа процентпен атап жатыр бұл, біреуге өсімге қарыз беріп қойсаң, қайтаратын кезінде енді. Қайтаратын кезінде, қараңыздар. Вазару ма бақия минар риба ин кунтум муъминин. Егер де муъминдерден болсаңдар дейді Алла Тағала, қараңыздар. Егер де муъминдерден болсаңдар, тастаңдар анау үстіндегі өсімді. Сенікі емес дейді ол. Көрдіңіз бе? Алла Тағала қалай шешеді? Жүрегінде иман бар адаммен. Тез шешіледі, бір аятпен шешіле салады, болды. Сосын ескертеді. Фаиллам тафалу. Қараңыздар. Егер де мен айтқандай істемейтін болсаңдар, өсімге байланысты аят бұл. Фазану би харбин мин Аллахи расули. Онда Алла мен елшісі тарапынан соғысты күте беріңдер дейді. Бір ғана жанды қыс жіберетін бір нәрсе келуі мүмкін, болды ғой. Соғыс дегенде. Түсіндіңіз бе? Фазану би харбин мин Аллахи расули дейді. Алла мен елшісінен күте беріңдер онда бір соғысты дейді өздеріңе. Өздерің жариялап алдыңдар дейді о соғысты. Вайын туптум, егер де Раббым, мынау не деген қорқыныш нәрсе, қойдым Раббым деп тәубаға келсеңдер. Қараңыз, Рахманның беделі. Рахманның алдында қалай сіз жұмыс істеу керексіз, қараңыз. Кейде сіз бір адамдардың қасында солай жағымбастанып кетесіз. Рахманның алдында өмірінде жасамаған сондай нәрсені. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сол да ұят. Қойдым Раббым дейтін болсаңдар, фалакум руусу амуаликум. Бағанаға әуелдегі берген капиталың алғашқы мал басың. 10 мың бердің, 15 мың қайтар дедің мысалы. 10 мың өзіңе қайтарып берем дейді. Қайтарып бермейтін де мүмкін Алла Тағала, түсінсіз бе? Бірақ тәубаға келіп жатыр құлым. Мына малыңның басын ала қой дейді. Ла тазлимуна. Жаңағы вала тузламун. Сендер де ешкімге зиян жасамайсыңдар, біреудің малынан артық алып, сендерге де зиян тигмейді Алла Тағала тарапынан дейді. Қараңыздар. Осындай аяттар бар. Аклур риба. Өте қиын нәрсе бұл өсім. Алла Тағала қағиданы түсіндіреді. Инна роббака япсутур ризқа лиман яша. Алла Тағала қалаған құлына ризықты молайтады дейді. Түсіндіңіз бе? Ва яқдир. Қалаған құлына молайтады, қалаған құлына тарылтады. Тарылтатын кезде сіздің алдыңызда қай ағаш көрінеді? Риба. Жаңа барып қарызға, процентке қарыз алу. Банкілер шуылдап жатыр, ана жақта жарысып, рекламалар кетіп жатыр да, мысалы. Неше түрлі аттар шығып жатыр ғой қазір. 5% бірден кейін айтып бір нәрсе шығады, ар жағынан бәрі ұсталасың. Сол кезде тарылтып жатқан кезде анау ағаш көрінеді. Сізде жағдай мол болған кезде ол ағашта сізде проблема жоқ. Сізде басқа ағаштар жүреді. Түсінсіз бе? Қандай мәселе? Анау тарылған кезде анау ағаш қалады алдыңда. Сол кезде егер де маған сеніп
менен қорқатын болсаң дейді, мен сені мына таршылықтан алып шығам дейді. Ал егер басқа жол іздесең өзің біл дейді. Мен мұқтаж емеспін дейді саған. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Алып шығады ол. Сөз жоқ алып шығады да. Просто бұған бағанаға табандылық керек. Түсіндіңіз бе? Табандылық. Ол табандылықты сіз Алла Тағаладан сұрап отырып жасайсыз. Алла Тағала көмектеседі сізге табанды болуға. Көрдіңіз бе? Уама собрия илля биллахи деп пайғамбарымыз айтқандай, Алламен болмаса мен өзім жасап атқан жоқпын ғой сабырды дейді. Қараңыз. Алла ғой маған осының бәрін осылай ұстап тұрған, осы бойымдағы сабырымда дегендей мәселе. Сол жерді байқаңыз. Иннаху би ибадихи, қараңыздар, иннаху кана би ибадихи хабирун басира деген. Жаңағы ол құлдары жайында Аллах Тағала толық хабардар және толық көріп тұр дейді оларды. Сол имтиханнан өткізетін уақыттар ғой. Түсіндіңіз бе? Мысалы, анау Ибрахим алейхиссаламдарды үлкен имтихандардан өткізген. Біз көтере алмаймыз ондай имтихандарды. Өте үлкен имтихандардан өткізген оларды. Мысалы, Ибрахим алейхиссаламды жаңағындай фалама балаға мааху сағия, баласымен далада кетіп бара жатқан кезінде Алла Тағала бұйрығы келеді ғой. Сонда баласына айтады: "Я бунайя, инни аро фил манами анни азбахука фанзур маза тара." Ей балам, мен түсімде Алла Тағала уахи бұйрығын беріп жатыр. Мен сені құрбандыққа шалу керек екенмін дейді. Қарас мәселе. Фанзур маза тара. Ойланда көз қарасында айт маған дейді. Баласы айтады: "Я абати, ифал ма ту'мар." Қараңыз, кішкентай бала ол. Әкетай, бұйырылған нәрсені орындаңыз. Таза ауа райымен өскен да. Раббым деп өскен бала, Раббым деп жүрген әке. Ол жерде Алла Тағала бір баламды, адамды құрбандыққа шалайын деп тұрған жоқ Алла Тағала. Оны ешқашан істемейді оны. Бірақ құл сену керек үкімге. Алладан келетін үкім Құранда мысалы. Наны жақсы деді ма, ол жақсы. Наны істе деді ма, оны істе. Наны істеме деді ма, оны істеме. Көрсі қандай. Сатаджидуани иншааллаху минас сабирин. Алла қаласа сен мені сабырлардан табасың деп. Фаламма аслама ва талаху лил жабин. Сөйтіп екеуі де Алланың бұйрығына көніп, баланы шалқасынан жаңағы жатқызып қойғаннан кейін етпетінен. Сөйтіп бауыздап жатқанда ва надайнаху айя Ибрахим қад саддақтар руя. Қараңыздар. Ей Ибрахим, бұйрықты орындадың дейді. Көрдіңіз бе? Сөйтіп қошқарды түсіре салады. Міне сыйлығың. Осыны бауыздайсың дейді да құрбандыққа. Әрбір бұйрық, көрсек қандай мәселе. Бойұсыну деген нәрсені көрсетіп отыр. Әке мен баланың арасындағы исламды көрсетіп отыр да ол. Жаңа айтып отқанымыз, олар пайғамбарлар неше түрлі имтихандардан өткен да. Әрбір имтиханнан өтіп берген Алла Тағала. Сол секілді жаңағы сізге тарылтқан кезде сіз имтиханға түсесіз. Жаңа аяттың басында не деді? Көктер мен жердегі нәрселер Алланыкі, яғни сен меніксің деп тұр Алла Тағала. Түсіндіңіз бе? Әрдайым сол аятты оқыған кезде сізге оның қазақша аудармасы сен меніксің деп отыр Алла Тағала. Сіз соны ұмытпасаңыз болды. Көктер деп көктерге кет қалмасын ойыңыз. Мәселе Алла Тағала нені айтып отыр? Сен меніксің. Мен бұйырам саған. Мен сені имтиханнан өткіземін. Мен сені тәрбиелеймін. Мен сені жәннатқа кіргізгім келіп тұр дейді Алла Тағала. Болды. Көрдіңіз? Жәннатқа кіргізгім келіп тұр дейді. Болды. Бірақ жәннат оңай емес. Имтиханнан өту керек. Сосын сол имтиханның әрқайсында сізге көмектеседі Алла Тағала. Ешбіреуінде сізді өзіңізге тапсырып қоймайды, есіңізде болсын. Тек сіздің жүрегіңіз, уайымыңыз көмектесу керек та. Өзіңізге өзіңіз көмектесу керексіз. Міне, өсім деген мәселеге ешқашан жақындамаңыздар. Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр ғой. Ол құрдымға апаратын қылмыс дейді ол. Көрдіңіз бе қандай мәселе?